Бәріңізге қайырлы күн, сіздермен Динара Аспаз. Бүгін шаймен ішуге өте дәмді муравейник дайындаймыз. Бізге керекті заттар: сүт, май, 2 жұмыртқа, қант, қопсытқыш және тұз. Одан кейін ұн қажет болады. Біріншіден бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін сүтімізді құямыз. Маған тіркеліп пайдаларыңызға жаратқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Енді тұзымыз бен қопсытқышымызды ұнымызға салып, қолымызбен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымыздың жартысын жаңағы смесімізге қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді қалған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болуы керек. Видеода көрініп тұрғандай, енді қамырымызды 2-ге бөліп, 1 сағаттай морозильникте қалдырамыз. Осылай салфандарға салып, қолымызбен жұқартып аламыз. Міне қамырымыз морозильникте тұрып қатты. Енді біз мясорубкадан кесіп қамырымызды өткізетін боламыз. Мінекей қамырымызды мясорубкадан ұзынша етіп өткізіп, духовканың листына жайып шығамыз. Қалың болып кеткен жерлерін арасын ажыратамыз. Духовкада 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Міне біздің муравейнигіміздің тестасы дайын болды. Өте қытырлақ болып шығады. Енді қолымызбен үгітеміз. Оқтаумен де үгітуге болады. Ең бастысы қатты ұсақ та, қатты ірі де болып кетпеуі керек.
Начинкасына вареный сгущенка, май, грех жаңғағы, плиточный шоколад және де какао қажет болады. Бәрін араластырып аламыз. Вареный сгущенкамыз сапалы болған сайын біздің де муравейнигіміз өте дәмді болып шығады. Грецкий орех пен шоколадымызды да ұсақтап турап арасына қосуымызға болады. Мінекей піскен муравейнигімізге енді начинкасын қосып, жақсылап қасығымызбен араластырамыз. Осылай бірыңғай қылып бәрін тегістеп шығамыз. Міне дайын болған муравейнигімізді формамызға салып, холодильникке 3-4 сағатқа қалдырамыз. Муравейник менде холодильникте бір ғана сағат тұрды, өйткені сіздермен тезірек нәтижесімен бөліскім келді. Егер де көбірек тұрса 3-4 сағат, онда өз формасын жақсы сақтайды. Менде формасы үлкенірек болғандықтан торт сияқты болып шығады. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бірнеше бөліктерге бөліп, стакандарға да салып жасасаңыздар болады. Мінекей әдемі формада шықты. Енді шоколадымызды осындай қайнаған суға ертіп аламыз. Сыртын әдемілеп оформление жасаймыз. Грек жаңғағы, шоколад қосылған дәмді десерттің түрін жасадық. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей кесіп көрейік. Балаларыңыз да, қонақтарыңыз да риза болатынына толық сенімдемін. Кремі де өте дәмді. Арасы осындай сочный, қытырлақ торт сияқты болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей видеодағыдай ас болсын.